Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай дастарханның сәнін ашатын пирожный дайындайтын боламыз. Воздушный, жұмсақ әрі оңай дайындалатын пирожныйды менімен бірге дайындап көріңіздер. Бізге 4 жұмыртқа, 150 грамм шекер, 150 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхлитель қажет. Видеоны бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен 4 жұмыртқа мен 150 грамм шекерімізді араластырып, миксердің қатты күшімен 5-7 минуттай миксерлеу қажет. Жұмыртқа мен шекер 2-3 есе көбейіп, аппақ көбік түрге енгенше миксерлеуді жалғастырамыз. Міне менің смесім 2 есе көбейіп, аппақ түрге енді. Разрыхлитель қосылған ұнды 2-ге бөліп, жаңағы смеспен араластыру қажет. Миксердің емес, лопатканың немесе қасықтың көмегімен араластырған дұрыс. Комочек қалмағанша жақсылап араластырып аламыз. Енді табамызды майлап, осы сместі құйып, 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Менде осындай 4 бұрышты таба, домалақ табаға пісіре берсеңіздер де болады. Енді глазурін дайындаймыз. Ол үшін 50 грамм май, 50 грамм шекер, 2 ас қасық какао, 1 стакан сүт және кокос стружкасы қажет. Еріп тұрған майымызға шекерімізді жақсылап араластырып, ертіп алу қажет. Оның үстіне 2 ас қасық какаомызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Артынша қайнап жатқан глазурімізға сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырып, қайнағанша араластыруды жалғастырамыз. Осылай қайнаған кезде оттан түсіріп, кішкене суытып алу қажет. Оған дейін менің пирогым пісті. Енді пирогымыздың шет-шетін осылай бөліп алып, 4 бұрышты етіп, квадратный қылып турап аламыз. Менде осы пирогтан 4 бұрышты 16 бөлік шықты. Енді әрбір бөлігімізді алып, әрлеуге кірісеміз. Пирогымыздың 4 жағын глазурімізға жақсылап батырып аламыз да, артынша кокос стружкасына батырамыз. Міне осылай. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Пирогымыздың 4 жағында глазурға жақсылап батырып, артынша бірден кокос стружкасына батырып алу қажет. Дастарханға пирогты жай кесіп қоя салғаннан көрі, осылай жасасаңыз, әрине дастарханыңыздың сәнін ашып, әрі шоколадты глазур мен кокостың дәмі пирогымызға ерекше бір нәзік дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше дәмді болып шығады. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Әлі де түрлі видеолармен бөлісетін боламын.